Қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында өте ерекше соуспен жасалатын лаваш дайындаймыз. Бұл лаваштың құрамында кетчуп, майонез сияқты аз зиян дәмдеуіштер қоспалар болмайды. Барлығы табиғи. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнарына сенімдімін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Лаваш дайындау үшін бізге тауықтың еті қажет. Тауықтың еті болмаса, сиырдың жұмсақ етін пайдалануға болады. Оны видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап аламыз. Еттерімізді турап болған соң, оларды тақтайшаның бетіне жалпағынан орналастырып шығамыз. Және де өздерімізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті қоссақ болады. Менде бұл жерде тұз, қара бұрыш және паприка барлығын бір шай қасықтан алдым. Және де араластырып, жақсылап тауықтардың бетіне сеуіп шықтым. Дәмдеуіштерді қосып болған соң, қолымыздың көмегімен оларды тауықтарымызға, еттерімізге жағып шығамыз. Сосын келесі бетіне ауыстырып, дәл жаңағындай жасаймыз. Яғни бұрыштарымызды, дәмдеуіштерімізді теуіп, қолымыздың көмегімен жағып шығамыз. Тавамызды жақсылап қыздырып аламыз, және де міндетті түрде тек сары май ғана қолданамыз. Сары май бұл жерде менде 100 грамдай шығады. Сары майды барынша толықтай ерітпейміз, жартылай ерітеміз. Жартылай еріген соң жаңағы дайын болған тауықтарымызды орналастырып шығамыз. Міндетті түрде сары май қолданған жөн. Сары майдың пайызы маңызды емес. Егер сіз пісте майды немесе басқа майларды қолданатын болсаңыз, сіздің тауық еттеріңіз, төс еттеріңіз өте құрғақ және қатты болып қалады. Ал егер сары май қолданатын болсаңыз, онда сіздің етіңіз жұмсақ, балғын, орысша айтқанда сочный болып шығады. Қалған жарты майды тауығымыздың шеттеріне жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей, оны силиконды лопатканың көмегімен жасауға болады. Тауықтарыңыздың еті өте жұмсақ болып шықсын десеңіз, осылай қасықтың көмегімен еріген майларымызды тауықтардың үстінен құйып шығуға болады. Біздің тауықтың төс еті дайын, жақсылап, толықтай қуырылып пісіп шықты. Шамамен 20-25 минуттай уақыт кетті. Енді бұл тауықтарымызды алып, майдалап, турап шығамыз. Және лавашымызды жинауға кірісеміз. Мен салмасына мына заттарды алдым. Олар тұздалған қияр, ірімшік және қияр, пекин орам жапырағы. Тауықтарды осылай турап алдым. Видеоның басында айтып өткендей ерекше соуспен жасалады, яғни майонез, кетчуп қосылмайды. Бұл қаймақты, сарымсақты соус. Үй жағдайында жасауға болады, немесе дайын сарымсақты соусты алсаңыздар, қолдансаңыздар болады. Лавашымызға осылай видеода көрсетілгендей соусымызды жағып, орам жапырақтарымызды төсеп шығамыз.
Әрмен қарай біз туралған етімізді қосып шығамыз. Олардың үстінен тұздалған қиярымызды және қызанағымызды қосамыз. Ірімшікті егер сіз қаламасаңыз қоспасаңыз да болады. Біздің отбасымызға ірімшік қосылған лаваш ұнайды, өйткені ірімшіктің өзінің бір ерекше өзіндік дәмі бар. Барлық қоспаларын қосып болдық. Енді біз лавашымызды жинаймыз. Оны видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Дайын болған оралған лавашымызды қызып тұрған табада, құрғақ болу керек табамыз, сол табаға қойып, екі бетінен жақсылап қызартып аламыз. Сарымсақты соуспен ірімшік қосылып жасалған, үй жағдайында жасалған біздің лавашымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнарына сенімдімін. Біздің отбасымыздың көңілінен шықты. Сіздердің де отбасыларыңыздың көңілінен шығарына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған мен Арайлым.